Мен түсінбеймін, осыған дейінде мысалы дейтін сіз сияқты кісілер келді осындай, иә? Сіздер де келген шығарсыздар мысалы. Жоқ, бір шара қолдану керек қой, бір адам отырғызып қой, ол еркегін қарап мысалы дейтін, мысалы бұл кісінің де кесірі тиіп жатыр мысалы халыққа. Могу объяснить. Смотрите, во-первых, дачный кооператив, акимат, он тоже ограничен в своих полномочиях. По факту, как жители, мы, жители, сами его сюда запустили. Одного за шкирку выкинули, этого сюда посадили временно исполняющим. Мы сами Давайте жители. теперь сделаем. Вот в чем дело. Как Сейчас нам, как жителям, тупо досидеть, пока наконец-то город это все заберет. И с него а выжимать вот так же все шоки. с этими долгами Выжимать, так же ходить и долбать. до апреля месяца, он думаете, исправится? Будем ходить и долбить. Мы также С здесь трудом живем. верится, не верится даже. Мы также здесь живем. Вот у меня соседняя клубничная улица. Но у меня печка, аллилуйя, слава богу, без насоса. У меня с насосом. Слава богу, без насоса. Вот это как-то мы отопление сделали, у меня под давлением, по такому без насоса стало. А знаете как? Вот теперь действовать должны жители. Значит, потому что акимат, видите, акимат ограничен в полномочиях. Вопрос в том, что это не как частная контора, как сам вот эта структура, вот этот дачный кооператив, он ограничивает действие акимата по многим по направлениям. Вот там финансовая проверка или еще что-то. Здесь основная сила это мы, народ. Мы народ жителей. Бұл жерде бейжай қарайтын нәрсе емес қой, өйткені қазір барлық тіршілік көзі, мысалы, свет болмаса от жағылмайды, свет болмаса су болмайды, мысалы. Свет, вода, интернет, все сразу, учеба. Біреудің үйінде оқушы балалар бар, біреудің үйінде кішкентай балалар бар, ауырып жатқандар бар, үлкен кісілер бар, бәріне мысалы қажет свет, жарық, су. Сен бала неғылма, мен жинайын ба ақшаны? Мына. жоқ аға. 3 миллион жинадым ба? 3 миллионды мен электричествоға берем ба? Свет өшті ана, түнден яқта. Мен аварийке шақырдым, 70 мың төледім, қаяқтан алам ол ақшаны. Сөйтем де кейде айына уақытымен төлей алмай қалам. Менде расход көп қой. Сип түн ішінде қаяқтан алам, Сол үшін аға, не төлейміз ғой? Сипті мен түн ішінде қаяқтан алам. 90 метр сип, 2 столбаның ортасы. Біреуден алам, ақшасын берем. Анау келді істеді. Онан кейін менде резко уақытымен төлемей қалам осы. Халық сияқты жаңағы. 10 күн подожди, 5 күн подожди, мені кесті. Мен де қиналып отырмын. Әдейі істеп отырмыз ба? Әрбір жанұя Расход ақша болады төлейді ғой. онда. Сол кезде әрбір жанұядан 200 теңгеден қосымша алыңыз. Жоқ, алмайын. Даже 200 теңге мінерде жаңағы мусорға деп бір бастасаң, соның өзі мен мусор шығармайын. Бір пакет шығарам, мен төлемейін деп шығасыңдар. Мінерде көп ондай. Бұл общий собраниемен шыққан Мен адам. алған. Сіз қарсы емес болсаңыз, екінші қарсы болады. Көбісі қарсы болады. Девушка, сен түсінбейсің. Мінерге отыр, мінерде қарасам айқайлап шығады. Машинан өтті. Мен бір-ақ мүшек салдым, сол үшін ақша төлеймін. Бір мүшек салдым. Сен қуан осыған деймін. Баяғыда мына семерғылар айына жинамайтын мұшты. Бұл мәселе қашан шешілетін мәселе, мысалы дейтін. Ладно, бүгін бір онда жаңағы жағдай кооперативтің жалғыз ондай ғана кооператив емес, кооперативтің бәрі қарызбен жүр. Өйткені кооперативте тұратын көбісі ақшасын жаңағы уақытылы төлей алмайтындар, немесе жаңағы потеря көп, ұрлық бар. Соның кесірінен осындай енді қараңызшы, сіз кім болып қызмет жасайсыз қазір? Мен әкімнің орынбасарымын. Есіміңіз кім болады? Марлан Жолдахмет. Енді қараңызшы, мысалы ол мәселе заң аясындағы нәрселер, мысалы сіздің қолдарыңыздағы нәрселер, сіздер қадағалайсыздар. Енді бұл нағып қадағаланбайды. Бұл енді халық дейтін осылай у-шу болып көтеріле бере ма сонда? Қашанғы шырылдай береді. Мысалы осыған дейін де қанша фактілер болды, қанша жағдайлар болды. Кім жауап береді оған? Мысалы келесіздер, кетесіздер, болды, осымен біте бере ма осылай? Жоқ, енді шешімін айтып отырмыз. Қазір строитель кооперативі бұл орталықтандырылған электр жүйесіне көшіреді. Жұмыстар басталды. Осы бірінші квартал дейді ғой, 3 айлықта жұмыстар аяқталуы тиіс. Аяқталғаннан кейін әрбір абонент қалаға көшеді. Сол кезде өзінің әрбір абоненттің өзінің счетчигі болады, өзі төлейді. Мысалы, сізде қарызыңыз жоқ, сізді өшірмейді. Қазір бәрі бір счетчик болғаннан кейін, мысалы, төлемейтіндердің кесірінен төлеген адамдар зардабын шегіп отыр. Солай болып тұр ғой. Төлемейтін адамдардың списогін алсаңыз, олар да аз емес. Олармен тікелей уже сіздер өздеріңіз жұмыс істеу керексіздер, кооперативтің мүшелері. Бізге ол қатысы ешқандай жоқ. Кооператив деген ол
өздеріңіздің ішіндегі ішкі сұрақтар жиналыста шешетін, қарызға төлемейтін адамдарды сол жиналыста көтеріп бұл мәселені пофамильно пройтись. Енді бұл кісіде түсінуге болады, жаңа айтып тұр ғой, ауырып жатқан кісілер бар, зарплатаны әлі алған жоқпын, міне ертең төлеймін. Сол бұл кісі адамгершілікпен қарап болғаннан кейін болады ондай. Жарайды аға, енді сіз қараңызшы аға қараңыз, жасыңызды сыйлаймыз, иә. Мысалы қараңыз, сіз осы жерде отырсыз, отырғаннан кейін халықты бір кезек болсын алдыңызға шақырып, жиналыс жасап, халыққа түсіндіріп айтуға болады ғой, осындай жағдай болмастан бұрын. Осындай факті болмастан бұрын, өшірместен бұрын, мысалы осындай қарыздар бар, ал алдағы уақытта өшіріп қалуы мүмкін деген сияқты. Онда ешқандай предупреждение жоқ, мысалы күнде свет өшеді, бірде жанады, свет өшеді, бірде жанады. Бұл да уже халықтың ығырын шығаратын нәрсе ғой. Ойлап қараңызшы, сіз мысалы менің үйімде өмір сүріп жатсаңыз, сіз де мен сияқты келесіз, мен сияқты көз жасыңызды төгесіз. Біз былтырдан бері, естігеннен бері былтыр қандай жұмыс жасадық? Жобалау жұмыстарын жасадық па? Жобалаудың өзі 6 ай уақыт алады. Содан ол жобаны экспертизадан өту керек. Экспертизадан өттік. Міне былтырғы жасаған жұмыстар осы әңгіме көтерілгеннен бері қолға алып жобаладық. Жаңа экспертизадан өттік. Құрылыс монтаждау жұмыстарына ақша сұрадық бюджеттен. Ол ақшасын алдық. Былтырғы жылдың аяғында порталға объявление беріп, оның өзінің процедура болды. 15 бір ай тұрады порталда. Оны өттік. Мердігер анықтады, шарт жасадық, мердігер жұмысын бастады. Енді жұмыстарын аяқталуын тілейміз, жұмысын қадағалаймыз. Біткеннен кейін алтын алмадағы сияқты жарияландыру жасаймыз, хабарландыру. Сол кезде құжаттарыңызды жинап, техусой алып, қалалық электрге көшесіздер жүйесіне. Міне шешімі сол. Енді бүгінгі күнде енді қазіргі уақытта жаңа Алматы энергосбыт АЖК-ның басшыларымен сөйлесіп, қазір светті қайтадан қосу сұраныстар жасадық. Қазір қосып береді. Бірақ негізі кооператив түрінде қарызын жабу керек болады. Енді бұл кісіге қазір жаңа нұсқаулар беріп жатырмыз. Төлемеген адамдарды сотқа беру керек, адамгершілікке салмау керек. Иә, өйткені қызметімен жүру керек. Қарыздан ешкім босатпайды. Сотқа беретін беру керек. Төлемейтіндерді енді өшіресіздер, енді басқа не істейсіздер. Халық арасынан да, біздің өзіміз арасынан да бір ұжым құру керек. Тексеретін, қадағалайтын, жиналыс жасап тұратын. Сол кезде бұндай нәрселер... Жаңа сіз айтып тұрсыз, қалаға алады деп. 17 миллионмен аламыз қалаға? Нет. Причем здесь? Мы же каждый абонент. У вас есть долг? Нет, у вас подключают городу, проблем нет. Мысалы, үйіңіз барына, құжаттарыңыз тапсырасыз, сізге техусловие береді. Бұл кооперативтің алдында қарызыңыз жоқ па? Жоқ деп. На самом деле, мен қарыз болсам, сіз қарыз емес, сіз қосыласыз, мен қала беремін солай. Мен долгымды өтемегенше. Қарыз емес екен. Бұл сонымен барасызда энергосбытке құжатыңызды өткізесіздер, сізге соңген сол желіден қосылды. Бәрі законный. Семерка подключенная, напряжение есть. Вопросов нету на семерке, вот у нас родственники живут. И тариф другой. 30 тенге, 28 платите, 18 тариф болады. Естественно, я заинтересована, чтобы... 28 теңге. Енді 30 теңге ғой, прогрессия. И напряжение. 28 айтпақшы, 28 теңгемен төлейді. Сонда қалған ақшалар қайда кетіп жатыр? 18 теңге тариф. Он как контора покупает по большой цене. Он-то не Жаңағыдай авариялық апатты жағдайлар бар, шығындар кетеді. Дұрыс па? Сізге мына жерде отырған контролер бар, председатель бар, бухгалтер бар, оның түсіндірейін, Мәке, былай ол қалада 18-19 теңге ме? Біз 3 класс, біз 24 теңгемен төлейміз. 4 тиын қалады менде. Маған анада бастықтар, рештергілер айтқан. Қос ақшаны тағы да бір 5 теңгеде, 5 теңге. Мен 5 емес, 2 теңге қоссам, 30 теңге қылсам, елдер шуылдайды, неерден ада бір кішкентай жиналыста. Оның кейін мен 4 теңгеменен мен сип сатып алам ба, учетчигім кеше 96 мың төледім аржақ бітті. Әнеудің бұл өшкеннен. Сондай ақшаны мен шығындарын жаппай жатыр ғой. Кәпек жетпей қалады сол. Біз былтыр штаб бойынша бұл кісілерде қанша адам еді сіздерден есімде жоқ қыз. Нет, 30 человек, кажется. Нет, что сократили вы сколько? Қазір қысқарттық, контролерді қысқарттық бір адам ғана. Бұрын Баққожаның кезінде 23 адам істеген. Сарың бар.
Қазір бар ғой 6 адам істеп жүр. Қысқартты мына кісілер келді. Жеткізейін соңына. Bir нәрсе алайық. Түн ішінде бір шпилкам күйіп кетсе, бір шпилка мына аяқ постоянно күйеді. 40 мың теңге тұрады ана. Трансформатор. Иә, мына аяғым қойды. Ар жақтың түпі сен мықты мына баланың айтып тұрған дұрыс. О жақтан көп воровство осы айда басталды. Анада түнде 4 рет ана провод үзіліп түсті. Ондайды мен бұрын көргем жоқ. Нагрузкадан. Ар жақта адам аз тем более. Мына жақта көп қой адам. Көшелері 1 километр почти. Мынау шыдамай атқан сол ескі ол. Постоянно автомат берді, ол автомат сатып алып саласың. Ол автоматтың өзі мынау электрик болса білет бағасын қанша екенін. Кішкентай 400-ден басталынады 600-ге дейін 100 бала 80 мыңнан жоғары. Соның бәрі білінбейді, өшкен сайын бір бәлесін айырбастаймын мен. Әдей өшіренбей, менің де құлағыма тыныштық керек. Қалықта суы болсын, светі болсын дейсің. Жазда мен бір рет айтқанымда, соны дачаның тұрғындар айтқан. 5000 теңгеден болса да, 10 000 теңгеден болса да үстінен қосып төлейік қарызды жабуға көмектесейік деген болатын. Но 200 теңге төлемейді. Сен түсінесің, басқа адам түсінбейді. За что я буду платить деп отырғандар көп берді. Мусорыңа да төлемейді. Просто здесь где-то жителям надо помочь, а где-то наоборот. Это то, что вы в списке должников будете показывать, это будет вам в помощь. Если я увижу, что, извини, у меня сосед там новую машину себе купил, а он в списках должников за свет, я подаю, скажу, слушай, по-соседски, по-человечески. Мы все как в одном доме мы живем, грубо говоря. Да, один коллектив же. Я вижу, я слышу, Принципиально какой қарамау сосед керек қой купил, не әр купил. нәрсеге, просто Так бір что шешімін нельзя. іздеу керек та. Да, наоборот, надо Нақты сплотиться шешім и іздеу керек. поддерживать друг друга в этом. да. От того, что мы друг на друга ругаться будем, долг не погасится, все Ертең разругаются. завтра уже список будет. Ладно, наконец-то демалыңдар жақсы. Ал жақсы, бүгін свет болады ғой сонымен. Болады. Азанмен өшпейме әйтеуір. Тағы да Марат аға тағы өшіп ұстамайсыздар ма? Өшсеңіздер телевидениемен келеміз деп болса да. Қыздар жинайтын ақша бар ғой. Мысалы, бір күнде, мысалы мен өтірік айтамын, 200 мың жиналынады. Бір күнде 150 жиналады қалды. Міне кеше 200 лақтырдым. Міне қазір түске дейін 200. Мен түскенше лақтырып отырмын. Анияқа. Ал егер міне қазір панелям тұр касса. Қазір түпі өшіп қалса бар ғой. Бір автоматын іске алып. Мен қайықтын аламын. Менде запаста қорғанда 100-200 мың тұру керек. Қайықтын аламын. Сен электриксің. Звондай, мен электриктер бар ма 400 амперге? Мысалы бір автомат. Қанша рет жанып кетті. Түн ішінде жанып күрекпен өшірген күндеріміз бұл нагрузка. Қайықтан іздеймін. Сен электриксің, сен сатасың ба маған? Бір электрик айтсам, мәкеңде бар, сәкеңде бар, 60 мың дейді. Не дейсің? Жоқ, үкімет тарапынан ешқандай сонда Бір тиын. қолдау жоқ па? Бір тиын. Бір тиын. Халық сонда өз-өзін Біз асырап отыр. өзіміз, міне семьямыз мерде. Сен, мен, бол, сол ақшаны айтып. Аға, енді сізге айтарымыз, Егер өкімет Алдын ала- айлықтарымызды беріп отырып, анау запчастьымды алып беріп ол сонда рахат қой. Жекеше мынау. Дым жоқ міне. Келдік, кеттік. А жекеше хозяйны қайда бұның онда? Жекеше болса хозяйны қайда? Хозяин мен мысалы. Менен сұрап отырсыңдар. Міне, болды. Жоқ, сіз хозяин емессіз. Сіз дачаның председателісі, неге хозяиннан требовать етпейсіз? А мыналар әшейін келіп ақыл айтып кетті. Аға, Марат аға, хозяиннан требовать етуіңіз керек. Жительдер осылай болып жатыр деп. Болмайды ғой бұлай аға. Шынара кішкене жиналыс болып тұру керек, халыққа ескертіліп тұру керек көп нәрсе. Мысалы, халыққа аяң емес нәрселер, аяқ асты өшеді, аяқ асты болмайтын нәрселер, мысалы. Электр, мысалы, кеше свет өшіп қалды 1-2 сағат. Маған айтса болады ғой. Ана қыздарға айт, палас 1-2 сағатқа свет өшті. Ол халықпен сөйлеспейді, өшірсем болды. И халықтан маған ана свет қайды. Электричек авария дейді. Олар сөйлеспейді сен. Авария на линии дейді. Бір орыс айтты. Устраним подключим. Одан кейін свет қайда.